Кейде бір жамандықтан кейін екінші жамандық күтіп тұрады. Алайда оған бола өмірден түңілудің керегі жоқ. Әлі алда талай тамаша күн туатынына сеніңіз. Ынсап ұят, ар намыс, сабыр талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең қылып іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабап. Жалқаулық көрсе қызар ашу мақтан, арамдық өтіріктен ерте сақтан. Күні бұрын жуытпа маңайына, есер, есірік, ынжықтық солар жақтан. Өзіңе тілемеген жамандықты басқаға да тілеме, өзіңе істеген жақсылықты басқадан қызғанба. Адамның адамға жамандығында басқа себеп жоқ. Бәрі де қара ниет, жаман ойдан туады. Және барлық тіршілік арасында тек адам ғана себепсіз жамандық жасайтын ерекше болмыс. Сен жамандықты жақсылықтан жасауың керек. Өйткені оны жасайтын басқа ештеңе жоқ. Ешқашанда ешкімді жамандама. Ең жаман деген адамның да өз жақсылығы болады. Жамандық жасасаң да, жақсылық жасасаң да жауапсыз қалмайды. Біреуге бір жақсылық жасап, одан бірден алғыс күтуге болмайды. Білмеуден қорықпа, білмегеніңді білем деуден сақтан. Дүниедегі бар жамандық осыдан басталады. Жақсы бол деп әркім айтады, жаман бол деп ешкім айтпайды. Сонда да жаман бола береді. Адалдан егумен шығады, арам шөп өзі шығады. Жамандық арам шөп сияқты, жұлмаса өседі, егіннің өнімін кеседі. Сондықтан егін мен арам шөп, жақсылық пен жамандық өмір бойы ота салмай келеді. Өз тағдырына риза болмағандар басқаның бақытын қызғанады. Жақсы адамды көргенде оған теңелу жайында ойланда, ал жаман адамды көргенде өзіңді өзің зертте. Ашуды байсалдылық, жамандықты жақсылық, сараңдықты жомарттық, өтірікті шындық женсің. Көре алмаушылық, бақталастық екі туып бірі қалғаныңда да болады. Осыны ойлағанда, менің жетістігіме неге қуанбады деп өзгелерге өкпелеу ақымақтық. Көре алмаушылық деген бәле іштарлықтан шығады. Осы кесапатты дерт, кесірлі сырқат меңдеп кеткен секілді. Мұның себебі өте көп және тым тереңде. Өлшем өзгерді, ақылды ақша билеп алды, өзімшілдік пен өркөкіректік асқынды, тағысын тағылар. Әр адам өз ішіне өзі үңіле білмегі, іштарлығын құштарлыққа жеңдірмегі ләзім. Ол үшін ең алдымен ұлттық көркем әдебиет жауһарларына қайта оралу керек. Орала аламыз ба? Гәп пен кеп осында. Берекесі кеткен ауылдың айтқаны өсек болар, аңдығаны төсек болар. Берекесі кірген ауылдың айналдырғаны шаруа болар, еккені тары, жегені жарма болар. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі. Ашуды байсалдылық, жамандықты жақсылық, сараңдықты жомарттық, өтірікті шындық женсін. Өзің жақсы болсаң, бәрі жақсы. Өзің жаман болсаң, бәрі жаман. Алдау жаман нәрсе, бірақ ең жаманы өз-өзіңді алдау. Жамандық алтын басыңды аяққа сүйрейді.
Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Жаманға ұйқы жолдас, тамыр тамақ, болмайды көңілінде басқа талап. Ойлы адам өсекке құлақ түрмейді, ойсыз адам жел беріп үрлейді. Қылыш тәнді жаралайды, өсек жанды жаралайды.